Антропогенез және этногенез. Антропогенез дегеніміз адамның пайда болуы мен оның түр ретінде эволюциясын зерттейді. Яғни адамдар қалай пайда болды, олардың шығу тегі қандай, солардың түр сипатын, эволюциялық даму жолын зерттейтін ғылымды антропогенез деп айтамыз. Антропология бұл адам мен оның нәсілдерінің биологиялық табиғаты, шығу тегі мен эволюциясы туралы ғылым. Мысалы, антропологияны көбінесе мысалы қазба кезінде табылған адамның бас сүйектері, сол сүйектер арқылы адамның қай топқа жатқандығы, оның қай ғасырда өмір сүргендігі, адамның жасы, жынысы, соны анықтауға мүмкіндік береді екен. Осындай біз ғылымды антропология дейміз. Палеоантропология қазбалардан табылған сүйектер негізінде адамның биологиялық түрінің шығу тегі мен эволюциясын зерттейді. Яғни қазба барысында ежелгі адамдар, олардың шығу тегі, қай адамдар ежелгі пайда болды деген сияқты осылардың арнайы даму барысын жасап толықтай зерттейтін біз ғылымды палеоантропология деп атаймыз. Археология заттай деректер бойынша ежелгі халықтардың тұрмысы мен мәдениетін зерттейді. Барлығымыз да білеміз, археолог ғалымдар деген бар. Археологтар бұл жер асты обаларды, қорымдарды қазған кезде адамның бас сүйегімен қатар қасында заттарын бірге көмеді екен. Сол заттары, қару-жарақтары, ыдыс аяқтары, осыларды археологтар зерттеп, сол арқылы олардың қай заманда, қай дәуірде өмір сүргендігін анықтайды екен. Антропология және гендік география. Жалпы дүние жүзінің әртүрлі аймақтарындағы генетикалық белгілердің таралуын зерттеумен айналысатын жаңа ғылымды біз гендік география дейміз. Екінші, қазіргі кезде нәсіл түсінігінің орнына жиі қолданылатын ұғым антропологиялық үлгі. Бұрынғы ғылымда жалпы нәсіл үшке бөлінді деп айтылған болатын: европоидтық және негроидтық және монголоидтық деп. Бірақ қазіргі кезде ғалымдардың пікірі бойынша таза нәсілдерден көрі аралас нәсілдердің рөлі өте көп дейді. Себебі ежелгі заманда тайпалардың көпшілігі тап сол күйінде бұзылмай жеткен жоқ. Олар сол кезде оқиғаларға байланысты бас тайпалармен араласты. Соған байланысты аралас нәсілдер көп дейді. Соған антропологиялық үлгі нәсіл деген сөздің яғни орнына қазіргі кезде жиі қолданылып жүр. Біз үш суретті қарайтын болсақ, мұнда бізде сақ адамның бейнесі, сармат адамның бейнесі, үйсін адамның бейнесі. Бұлар бет-беттерін қарасақ бір-біріне ұқсайды. Сақ заманында адамдардың, сақтардың жалпы түр келбеті европоидтық болды, сарматтардікі европоидтық болды, үйсіндердікі де европоидтық нәсіл болды. Бірақ кейбір жетісу үйсіндерінде аздап монголоидтық нышандар байқалған екен. Этнос және этнология, этногенез дейміз. Жалпы этнос деген сөздің мағынасы бұл халық және ұлт деген мағынаны білдіреді. Жалпы анықтамасы адамдардың өзіндік сезімі бойынша тиісті болатын этникалық қауымдастықты біз этнос деп атаймыз. Келесі, этнология. Этностар мен басқа да этникалық қауымдастықтарды, сан алуан этникалық үдерістерді зерттейтін ғылымның бір түрі. Яғни этнос қалай пайда болды, олардың даму жолы қалай өтті деген сияқты барлығын зерттейді. Этногенез, этностардың шығу тегі, этникалық тарихын зерттейді. Жаңа этностар құрылуының тәсілдері. Жалпы ғалымдар 5 тәсілін беріп отыр. Біріншісі тайпалардың бірігуі. Барлығымыз да білеміз, соғыс барысында ежелгі заманда тайпалар, аз тайпалар бір-бірімен бірігеді. Немесе қоныстандыру кезінде бір тайпалар екінші тайпалармен бірігіп, басқа жаңа тайпалар шыға бастайды. Яғни тайпалар өздерінің көршілерімен байланысты, немесе тұрғылықты жеріне байланысты, ортасына байланысты тайпалардың бірігуі өте көп жүрді. Екінші, ассимиляция.
Мысалы біз білеміз, жорықтар кезінде, соғыстар кезінде ежелгі заманда бір тайпа жеңіледі, екінші тайпа жеңеді. Соған байланысты аз санды тайпаларды көп санды тайпалар өздерінің құрамына қосылып алады. Яғни аз тайпалар ассимиляциялық жолмен жойылып кетуі мүмкін, немесе үлкен тайпаның құрамына кірігіп кетуі мүмкін. Үшінші, иммигрант топтардың қосылуы. Мысалы біз барлығымыз да білеміз, солтүстік Америкадағы ақш-тың құрылуы. Америкалықтар сол кезде әртүрлі солтүстік Америкаға барған ағылшындар бола ма, тағы да басқа үндістер бола ма, әртүрлі тайпалардың халықтардың бірігу нәтижесінде америкалықтардың пайда болуы, яғни иммигрант жаппай көшіп келуі, солтүстік Америка халықтар, соған америкалықтардың пайда болуын осыған мысал ретінде айтуымызға болады. Жіктелу арқылы, мысалы, кейбір тайпалар, халықтар отарлық заманда, отаршылдық кезеңінде бір үлкен ұлы империяның құрамында болуы мүмкін. Мысалы, Англия, Ағылшын құрамына, мысалы, австриялықтардың бөлініп шығуы, тағы да басқа, яғни кейін тәуелсіздік алғаннан кейін өздері осылай этностан бөлініп, жаңа этностық құру процесі. Келесі, біздерде өзгеру арқылы, яғни бір тайпалар өмір сүру барысында климаттың әсерінен және де өздері тағы да басқа соғыстар бола ма, жорықтар бола ма, соның әсерінен басқа бір тайпаға өзгеріп кетуі. Бұл манағыдай өзгерістер арқылы пайда болуы. Сонымен қатар біз этникалық ұлт деп жатырмыз, этникалық қауымдастық деп жатырмыз, этнос деп жатырмыз. Ежелгі заманда адамдар, мысалы, эндогамия деген процесс болды. Оның мағынасы ру немесе этнос шектерінде неке құрудың ережелік талабы.